Так алдында зомбилар шабуыл жасаған ауылға ема мынаның барлығы немене бәле? Я ауылдың бытын шығарып кеткен ба мен? Зато ауылды қорғадым. Так, машинамды зомбилар несе? Машинама кіріп білгендерін істеген ба? Еба. Шаң фу сасату зомбилар сасып кетмейді. Так, ауылды бір тазартып шығу керек маған. Аяқтың барлығын, опа, ауылдың шетіне барлығын қойып соны үстімегенде бәрін шешіп тастайыншы. Так, автоматтар. Біздерген оғы бар ма? Оғы бар екен, онда мұны үстіге сақтап қоя салайын. Ал үстімдегілерді шешіп тастай салайын ғой. Ауыр болып кетті ғой. Так, енді бір жақын арада ауылға ешқандай зомби келмейтін ойдамын. Так, мына аяқтың барлығын тазартып, мен қанша қорғаныс қойып тастағам аяқтың барлығына. Все, мына зомбилар келмей. Не болды? Зомбилар жақын арада келмейтін ойдамын. Так, машинаның есігін жаба салайық. Жабылам. Все, жабылады екен. Так, капотын бір тексеріп қойшы мынаның. Так, машинамда барлығы нормально секілді. Все, өзімнің жалғыз жүк машинам. Мына мотоцикл, оңбаған мотоцикл қараңдар. Мына мотоциклға мінгем қалдым да, жарылып кетеді өзінен өзі тұрып. Қараңдар. Бірақ нормально жүреді, жарылмай тұрғанда мен қоя салам ойын. Все, осы жақта тұра берсін. Бұл мотоцикл опасный, жарылып кетті. Алдында осыған дейін мен, осы достар, 2 мотоцикл мон. Айтпақшы сәлемдеспеппін ғой. Барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат Жотам. Қалайсыңдар достар? Болмай бүгін достар, бүгін біздер кешегі видеоны көрсеңдер. Ойбай, кешегі емес достар, екінші видеомда, короче, зомбилар шабуыл жасаған. Сол видео сағат 1-де шығады. Бұл видео 11-де шығып тұр ғой. Так, енді бүгін біздерге жетелдер айтпақшы достар, 2 жетел біздерде зомби айналып кетті. Амал жоқ, олар достар мен атып тастадым. Зомби айналғаннан кейін. Чота мен жетел кешегіден в шоке болып қалған жоқсыңдар ма? Байды, Ринат кеше зомбилар шабуыл жасады ма не? Сен точно біздің ауылда тұрасың ба? Қуасың ба? Кеше атысы ойбай жанжал шығардық қой. Мен ұйықтап қаппын. Сен қуаты кезің ғой, алардың бәрі есігін құлттап кәдімгі қорғанып жүрсе, сен болсаң ұйықтап жатсың, базар жоқ. Так, мынаның бәрін алып тастайық. Бүгін чисто видеода ауылды тазартып жүремін ба? Немене бәле? Іш пысып кеткен сияқты ма? Так, короче, жетелдер, в общем, жиналыңдаршы, жетелдер түгендейміз. В общем, 2 жетел зомби айналып кетті. Қалған 9 жетел біздерде өзі ауылды өмірағы жетел емес па? Сол қалған, в общем, 9 жетел біздер жиналыңдар. Давайте тез. Так, жетелдер біздерде жиналды ма? Жетелдер. Так, санап жетек. Мен 3-ші, мен 4-ші, мен 5-ші. Қуасында мен 4-ке енді келді ғой. Жоқ, асықпаңдар қайттан. Мен 1-ші, мен 2-ші, мен 3-ші, мен 4-ші, мен 5-ші, мен 6-ші, 7-ші, 8-ші. Салақ аяқталды. 8 дейді? Тоқта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шо, 8? Жетелдер сендер 9 жетел еді ғой. Өләш, 9 жетел ешкім көрмеді ма? Жоқ, Ринат, оны ешкім көрген жоқ. Зомбилар шабуыл жасады, сол кезде жетелге зомби айналып кеткен жоқ па? Жоқ, ол айналған жоқ етін. Мен оны үйінде көргенім үйінде жоқ па? Кім тексерді? Мен тексеріп келгем, жоқ ешкім. Ол қақта? Походу соны зомбилар өлтіріп кеткен жоқ па? Сол, білмейміз, байқамадық өзімізде. Менімен бірге 9-сыңдар енді, не істейміз енді? 9 жетел қалды. Ринат, конкретно бұл сенің кінәң ғой? Не үшін мен кінәм? Ауылға нормально защита қойып, бізді зомбиға айналдырмасаң болады ғой сол. Сендер мен қорғап отқаныма рахмет жаздыршы. Маған біреу ақша беріп жатыр ма сендер қорғағаныма? Кешірші. В общем, 9 жетел тауып. Бір жетел қаяқта енді, не понял? Жоқ, бүкіл ауылда тексеріп келсем де, осы үйде тұратын еді ол походу. 2 жетел болып тұратын достар. Бір жетел зомби айналып кетті, сон біреу қалған сияқты еді негізі. Бір жетел ана үйде тұратын. Так, бүкіл ауылды араласақ та ол жетелді бүгін табамыз да таппаймыз да енді білмеймін. Ол жетел қаяға кетіп қалуы мүмкін. Вот именно сол сұрақ болып тұр. Так. Жетел, 9-ші жетел қаяқтасың. Тут никого нету деп қойсын. Ойбай, орысша сөйлеп қарағанда келіп орысша сөйлеп жатыр достар. В общем, жоқ нақта, жоқ болса мотоциклмен көл жақта балық аулап жатырмын. Бірақ зомби таң азан қазір болды ғой, балық аулайтын күн емес бүгін. Так, онда достар біз бүгін көл жаққа барып қайтамыз. Жетелді, құрай. Жетелді десек қайту керек бізге. Мына мотоциклін жал. Не болып жатыр? Бір жетелді іздеймін деп бір мотоциклмен алып қалдым мәне. Бұны дауысы енді. Жетел! Бұяқта жоқ па ешкім? Бұяқта ешкім жоқ достар.
Мен сандалып кеттім ғой бір жерде іздеймін деп. Құрсын өзі бір керек болса келер негізі деп ойлаймын. Мына малдың бәрін бір шетелдерге тапсырмайын. Ой, бүгін бір шетелдерге тапсырмайын. Так, короче, шетелдер мен сендерді зомбидан құтқардым ғой. Битіндер, короче. Мен тыңдап тұрсам, мен айтқанымды істейсіңдер ме? Бірінші соны сұрап алайыншы. Ринат, любой вопрос по берсе, айтқаныңды істейміз. Короче, анау ауылдың шетінде сиыр, қой бәрі лағып жүр. В общем, мен үй жағыма қора салам. Сол жаққа, в общем, малдың бәрін айтып әкелсеңдер шақа. Болды, Ринат. В общем, мақұл онда. Мен бүгін ұйықтаймын. Бүгін ұйықтап алып, бөля мен машинам қуып тұршы негізі. Бұл машинаны жөндету керек. Ана еш жақпаса зомбилар келіп бұзып кетті. Так, онда бүгін мен ұйықтап алайын. В общем, түнге қарай көреміз. Мен сендерге қазір көрсетемін. Менің досымды сақ жүргенін көрсетем саған, Ринат. Бұл ауылдан мені кегім қалып қалған. Мен қазір осындағы ауылдан үйлігінді өртеп кетсем де сауабы жоқ, Ринат. Так, есікті ашайық. Так, мына жерде. Досым, заттарын бәрін жинап кетейін. Сенің үйің бұл үйді сат жерем деп отыр ғой еще. Мен бұл досымның үйін ешқашан сатқызбаймын. Одан да өртеп жібергенім дұрыс. Мен көрсетем. Үйінде ұйықтап жатыр ма? Қорылдау ұйықтап жатыр ғой. Дым уайымсыз. Көрсетем мен бұларға. Пока бүгін кетіп қалайын. Ертең қаладан сіріңке сатып алып келемін да мына үйінің бәрін жағып тастаймын. Біреу сөйлеп жатыр ма? Ұйқымнан біреу оятып жүргендей болды ма? Опа. Че кричит там? Шетелдер әлі ұйықтамын ғой, может солай шығар деген ойдамын. Мына машинам ше сол жағы бәле болды. Қалай тоқтады? Мына машинам тоқтайсың ба, тоқтамайсың ба өзің? Так, жүріп тұр ма бұл машина өзі? Артқа беріп, жүріп тұр екен. Так, бірге салайық. Врын. Нормально жүріп тұр ғой мынау. Зачем бүйтіп қуып тұр онда? Так, енді көрейікші. Так, болды ма? Әдем болды, әдем паркрот етіп қойдың. Так, жетелдер, сендер неғып әлі ұйықтамағансыңдар негізі? Сендер өсек айтып... Чо там? Как раз сен өсек деп жатыр, Ринат. Мен өсек дейтін қалай ескенсіңдер ма? Жігіттеріні? Ошым, ұйқымнан біреу оятып кетті. Менің үйіме біреуін келген жоқсыңдар ма? Жоқ, біз азаннан бері осы жақта тұрмыз. Жарайды. Жарайды, жігіттер. Ошым, мына жетел үйіне келді ма, келмеді ма өзі? Не болды? Азайында мына үйде жиһаздар бар ма еді, жоқ па еді? Ұмытып қалғансың ғой? Ена память надо ел. Темекіні қою керек еді, өләш, мен текпейді екен ғой. Майы. Бұл память неден өзі, жетелдер? Чотам, қалайсыңдар? Қалайсың, оны жалғыз өзін тұрсың ғой? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсымын. Нема жетел, мен үй жағыма келген жоқ па едің? Жоқ, не болды? Мен үй жағыма біреу келіп сөйлеп кетіп, оятып кетті. Мақыл, қойыңдаршы, ешкім болмаса кім ол сонда? Мен түсінбей тұрмын, да? Ладно, бұл жетелдерден сұрамай-ақ қойын. Ешкім пранк істеп жүрмеген шығар. Главный машинам құлттап қойайық. Бірақ алдындап, достар, ё-моё, мен түсінбей тұрмын. Не болып жатыр мына жақта? Бір жетел қаяқта? Вот мен соны түсінбей тұрғаным. Мына жаққа бір ноутбук керек еді. Ноутбукты ертең мақыл қаладан ертең қайттан сатып ала салармын деген ойдамын. Қош, не сөйлеп кеттім? Ұйықтаймын барып. Ё-моё, азанда тұрамыз өші. Ұйқымнан тұрдым, сейді. Не айтып кеттім? Так, короче, мына жақта қарын ашып баратыр да. Қолда бір-ақ морков, оны не істеймін? Десалайын ба деп қоямын, грядкалардың барлығын жинау керек еді негізі. Жетелдер WhatsApp-қа жазып жіберіпті. Мына жақта жетіп бергеш деп. Офигел, что ли? Бергі өзін енді де өліп қойып бара салайыншы. Бұларға да бәлезеп кезет жоқ. Мына жаққа не үшін ағаш өсіп кеткен? Грядкада ағаш өсетін бет. Қуасың ба, Ринат, өзі қалды егі жерген соны. Мен ба? Кешіріңдер. Сендер ғой өздерің? Менсің бей, ойбай. Бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба? Мен сауап енді өздерің қараңдар. Ағаш сату әдемі. Қуасың ба, ағаш жейсің ба енді грядкада өзімізді күнімізді көріп отырадық қой. Жетелдер, қойыңдаршы, алып тастаймыз қазір. Не болды? Проблемаларыңды айтсаңдаршы, WhatsApp-қа не үшін жазып жібергенсіңдер? Короче, Ринат, біздің заттарымыз жоғалып жатыр. Заттарың жоғалып жатыр онда. Мен ұрламаған шығармын енді оны. Сен ұрладың деп тұрған жоқпыз ғой, өтемін ба? Енді болды ғой? Короче, табу керек.
сендер түсілен жоғалтса да маған айтасыңдар ма қалай өзі? Біз түрсімен жоғалт деп тұрған жоқпыз ғой. Сенің түрсің жоғал деп отқан жоқпын ғой. Пример, вообще просто айтып жатырмын. Не заттар ол? Жиһаз бәрі жоқ. Ош, жетел адаммен қоса затты да ұрлап жатыр ма? Оңбағандар. Менің үйімде зат, менің үйімде зат жоқ қой. Мақұл жетел табамыз бәле қылып. Сол Ринат тауып берші, отыш бір қой атам саған. Қой дейсің ба? Қай қойды айтып тұрсың? Семіз қой нормально, қошқардың қатын о. Болды онда. Так, мен іздей берейін да онда. Бұлардың қошқары маған керек те емес қой негізі ше. Өзім деді дедім негізі маған қойын өле. Ойнап айтам. Так, машинам нормально болып тұр ма? Кеше сүртіп қойғам негізі. Видеоны өшіріп как положено. Бұл капот, бұл машинаның бір жаманы ше. Ой, арзан қалды, мәнәу деп жүрсем. Бұл сыртына қарасаң Toyota. Ол сыртына қарап Toyota деп ойбай деп алдым. Сөйтіп достарыма қарасам күледі ғой. Ена көті бар Toyota'ны қаяқтан алғансың деп. Ё-майо. Сөйтсем бұл Toyota дейтін лохотрон екен ғой. Бұл машинаның аты Hilux екен ғой. Мен іліндім ғой плотно ше 5 миллионға ойбай мощный Toyota алып алдым. Бұның орнына 35-ға салу керек еді ғой. Сөйтіп мақұл оттым. Сөйтіп пехат етіп отыр ғой. Мен ол кезде білмеймін ғой автомат механика. Сөйтсем мынау механика екен ғой. Сорлы. Ош мен бұны айдап та білмеймін ғой. Бір мен көтін айналдырып жүрмін ғой менен кәдімгі ше. Қинап. Бүйтейік та бұны үшін. Ой. Болды, так. Так, ананы заттарын қаяқтан табамын, вот именно. Так, мына үйге кірейік. Так. Ош. Бұл түнде жоғалып еді ғой. Түнде ұйқылау кеппін ғой мен наяққа. Наяқта заттар жоқ. Ал қаяқта ол вот сұрақ болып тұр да менде. Өте керемет сұрақ жап. Ош, саған залда жаңбыр жоқ кетті ғой. Бұл так өз синоптиктер айтып жатқан. Достар, короче, мен түсінбедім. Заттар неге ұрланып жатыр? Кеше зомбилардан әрең құтылғанда тағы проблема шықты да. Тағы проблема шығып тұр. Налар жаңбыр жауып тұрса да. Жетел, короче, сеніңдегі заттар. Ринат, Ош, оны қаяға ашып кетті. Ринат, жетел, не болды? Мен далада жаңбыр жауып тұр, күшті болып тұр, жатам. Жетел, сен үйіңдегі заттар ұрланған жоқ пе еді? Жоқ, ұрланды, мен қайта заттар кеп қойдым ғой, мен баймын ғой, мен любой сатып ала берем, короче, ол заттың бәрі ескі болып тұрған. Ескі болып тұр ма еді? Жарайды, ескі заттарында онда мен ұрлап кеттім өлі. Ойнап айтам, тағы бәлелеріне қалып бұлардың. Жаңбырда бүгін қоя ма қоймай ма өзі? Бірақ жауған жаңа да. Машинамды негізі бір ыққа қою керек еді. Наяққа су толып қалатын болды да, бұл Майнкрафт бірақ толмайды да. Шын өмір сияқты жүре берейік та, достар, кім біліп жатыр? Ойбай, арты суға толып қалады деп. Короче, бұны бір жаққа қою керек біздер. Вот именно қая қоямыз, вот білмейміз да оны. Қайта орнына апара салайық бұны, бір айналып. Ой, тупой, машинам соқтым. Бір жел қақып кеттім еще. Жездер қашындар, мен машинды білмеймін. Так. Опа, түсеміз. Бірақ парковать еткенде әдемі қоям да, Так, битейік, короче, бұны. Вун. Опа, болды ма? Болды, әдемі. Енді достар, біздерге бүйту керек, тапор алу керек, шерсті алу керек. Былай. Так, ұшым. Чеки, сені севилорым. Так, былай. Тапормен былай аламыз да. Осылай ме дей, дұрыс педі? Дұрыс істеп жатырмын ба? Сет, бірдей салайықшы. Сет, 2. Все. Хадя, өсін үйсіп қойықшы, достар. Менің машинама жаңбыр тимесе болды. Все, онда мен кеш батып бара жатыр екен, ұйықтай салайыншы. Ертеңмен тұрып ананың заттарын іздеу керек. Оның бәрі проблема да ше. Менің досымның затын ұрлағатынымды көрсетейін саған, досым. Досым, бақылық досым. Мен бұл үйді ешкімге сатқызба, мен бұл үйді өртеймін. Бірақ бұл үймен қоса өзімді өртеңіп кетем. Не шығып кетті? Біреу осырды ма? Или мен есім... Осырды емес қой мынау? Мынау не? Жедел не оғатыр неқті? Ринат, сен не істеп жүрсің? Қуасымда сас отырна не үшін өртеп отырсың қуасымды? Ринат, конкретно бұл мен үйімнің досы. Сендер мен досымды сат жердер, сонымен жітсе болады, сен өлтірдің.
жетел қуасың ба сенің досың енді зомбиға алып кетсе мен істеймін енді өлтірмей басқа жетелдерді зомби қылып тастайды ол. Ринат, конкретно сен ол жетелді үйге кіргізбей қойдың, білесің ба? Қуасың ба, мен вообще зомбилар келген кезде үйге кіргенде жоқпын ғой. Досым, мен досым үшін келген ғой. Сен бойды сатады дейді ғой, рас па? Сатқанда, сатайын деп отқан кім айтты оны? Сатайын деп отқан соны? Жоқ. Қуасың ба, мам, өшір ананың бәрін. Тупой, блин, үйді. Мен үйді өлмеймін, бұл мен территориямдағы үй ғой негізі. Мен бұл үйді ешкімге бермейтінмін. Так, өшті ма? Все, өшті ғой. Жетелік, сен қуасың ба сен? Сен досың базар жоқ, өлсе өлген шығар. Достойның еді. Мен өзім атысып жүрмін, конкретно сені қорғау үшін. Бірақ барым қолымнан келген бәрін істедім да, сен де жүрдің. Базар жоқ, Ринат. Жарайды онда. Кешірді, ешкім білмей қойсын, аха. Все, ешкім білмейтін, и так. Ё-моё, деп видео